Сәлем достар, бүгін біз кешкі асқа осындай бауырдан котлет дайындайтын боламыз. Бұл котлеттің ерекшелігі қуырмаймыз. Және оған қажетті көкөністер бізде картоп, сәбіз және пияз. Мен 2 картоп, 1 сәбіз, 2 пияз алдым. Өйткені менде пияздың көлемі кішілеу. Ең алдымен картопты тураймыз. Осындағы барлық көкөністі біз блендерден өткіземіз. Осы туралған күйінше қоспаймыз. Сәбізді де турап, майдалап блендерге салуға дайындаймыз. Одан кейін пиязды барлығы бізде блендерге өтуге дайын болуы қажет. Пиязды да жұмсақ болғандықтан өте қатты майда етіп тураған жоқпын. Блендерде барлығы бізде толық майдалануы қажет. Сонда бауырмен қосқан кезде бізде олар ірі-ірі болып жүрмейді. Бауырмен бірге барлығы толықтай піседі деген сөз. Міне көріп отырғандарыңыздай осындай барлығы майда болып ұсақталды. Енді біз бауырымызды аламыз. Бауыр менде 500 грамм және блендерлеген картоп, сәбіз, пиязымызбен араластырамыз. Барлығын міндетті түрде жақсылап араластыруымыз қажет. Және татымына қарай тұз, бұрыш саламыз. Басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Және осы бауырымыз бен көкөністеріміз шашырап кетпес үшін біз міндетті түрде 1 жұмыртқа саламыз. Және барлығы бізде 1 келгі болуы қажет, сондықтан жақсылап араластырамыз. Міне видеодағыдай мен бауырды қуырған жоқпын. Осындай біз кекс пісіріп жүрген силиконды формаларға құямыз. Барлық формаға 1-1 қасықтан құйып шықтым. Міне бізде бауырымыз қуыруға, яғни пешке салуға дайын. 180 градуста 20 минутта біздің котлеттеріміз осылай дайын болды. Яғни бұл тағамды диеталық тағам ретінде ұсынсақ болады. Себебі ешқандай май қоспай, қуырмай котлеттеріміз дайын болды. Және формаларды да майлаудың қажеті жоқ. Өйткені көріп отырғандарыңыздай біздің котлеттеріміз формаға жабыспайды. Ал тағамды ұсынатын кезде гарнирге пюре, күріш немесе гречка дайындасаңыздар болады. Мен гречка дайындадым бүгін. Ас болсын, сіздермен болған Сәби.